Қош келдіңіз каналыма. Бүгін өте керемет дәмді шоколадный брауни жасайтын боламыз. Қолжетімді заттардан тұратын, разрыхлитель қосылмайтын брауни. Мороженыймен жегенге не жетсін. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. 3 жұмыртқаны сындырып, қант қосып, жақсылап араластырамыз. Өзімізге ыңғайлы венчикпен, миксермен болады. Үстінен какао қосып, ұнды қосып, ванилин қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сары майды шоколадпен бірге ерітіп, қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Жақсылап венчикпен араластырып, шым-шым тұз қосып, тағы да араластырып, қамырымыз осындай сұйықтықта болу қажет. Енді оны формаға 26 диаметрлікке құйдым. 180-200 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Ал піскенін шанышқының көмегімен тексеріп аламыз. Осымен біздің шоколадный брауни дайын болды. Осындай әп-әдемі болып шықты. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Енді төртбұрыштеп турап, шоколадный брауниді крем жасап та жеуге болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Шоколадный браунидің үстіне балмұздақты қойып жеуге де болады. Өте дәмді десерт болып шығады. Бұл жерде менде 2 түрлі мороженое, біреу шоколадный, біреу пломбирный. Сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, комментарияда жазып қалдырыңыз. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ тіліндегі каналымызды қолдауды ұмытпаңыз. YouTube арнамызда дамытайық бірге. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Интернет желісін шулатып жүрген осы пирогты жасайық. Молочный пирог деп аталынады. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Өте ерекше, дәмі зор болып шығады. 3 жұмыртқаны сындырып, үстінен қантты салып, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыз. Енді осының барлығын әппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Міне осындай. Үстінен ертілген сары майды құямыз. Содан кейін вареный сгущенка 2 ас қасықтай салып, үстінен разрыхлитель саламыз 1,5 қасықтай. Жылы сүтті құйып, барлығын біркелкі массаға айналғанша миксерлейтін боламыз. Үстінен електен өткізілген ұнды сеуіп, араластырып алайық, содан кейін миксерлейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 26 диаметрлік формаға құйдым. Қамырымыз осындай сұйықтау болу қажет. Енді осыны қызып тұрған пешімізге 180-200 градуста 30-35 минутқа қоямыз. Өз пешіңізге қарап қойыңыз. Шанышқының көмегімен тексеріп аламыз. Құрғақ болу қажет. Осымен біздің бисквитіміз дайын болды. Енді бізге пропиткаға сүт пен вареный сгущенка қажет болады.
Сүтке 2 ас қасық вареный сгущенка салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша. Содан кейін оны пирогтың үстіне құйып шығамыз. Пирогымызды шанышқының көмегімен тесіп алайық. Кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Пропиткамыз тез сіңіп кетеді. Үстінен вареная сгущенканы жағатын боламыз. Вареная сгущенка қоюлау болса, сүтті қосып араластырып жіберіңіз. Мұны видеода көріп тұрғаныңыздай сұйықтау болып шығады. Енді осының барлығын пирогтың үстіне жағатын боламыз. Өте әдемі, эластичный сгущенкамыз. Тәтті пирог, торттарды жақсы көресіз бе? Соны комментария бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Жақсы көрсеңіздер, біз біргеміз. Үстінен грек жаңғағын ұсатып, сеуіп шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша. Интернет желісін шулатып жүрген дәл осы сүтті пирогты сіз де жасап көріңіз. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Ал сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Дәл осы пирогты сізге жасап беретін адамға жіберіңіз. Бір рет болса да жасап көруіңізге кеңес беремін. Бір жасағаннан 1000 жасап кетесіз. Пирогты кесіп көрсетейін. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыз. Біздің арнамызда өте көп керемет қызықты видеолар. Жұп-жұмсақ пирогымыз дайын болды. Бұндай пирогтың дәмі ерекше. Нағыз шаймен ішкенге не жетсін. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сізге видео ұнаса, қолдауды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. YouTube арнамызда. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Бүкіл трендте жүрген видеоларды біздің арнамызда көре аласыздар.
Құрамы 2 заттан тұратын осы котлетті жасап көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай ерекше тағамды бірге жасайық. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Кішкентай өткіштен картопиямызды өткізіп аламыз. Енді картопияны қаттырақ сығып, суынан шығарып аламыз. Негізі осы котлеттер ерекше болады. Пияз бен сарымсақты қоссаңыз, одан бетер дәмді болып шығады. Бір ыдысқа жайғастырамыз, ет тартпамен бірге. Ет тартпамыз 60%, картопиямыз 40%. Үстінен өз сүйікті специяларыңызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде менде қара бұрыш, тұз, паприка и сүйікті специям. Жақсылап бәрін ұрғылап, енді қолымызды сәл сулап, котлет формасын келтіреміз. Әсіресе осындай котлеттерді пиязды жақсы көрмейтін балапандарыңызға жасаңыз. Сүйсініп жейтіні сөзсіз. Табамызға сұйық майды құйып, орташа отта қуыратын боламыз. Ал сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Осы котлеттерді сізге жасап беретін адамыңызға жіберіңіз. Бір жақ бетін қуырып алғаннан кейін, келесі бетінен аударатын боламыз. Қапақты жауып, қуырамыз. Бір 10-15 минуттай. Осымен біздің керемет, өте дәмді котлеттеріміз дайын болды. Сіздер де жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Осындай дәмді котлеттерді әртүрлі гарнирмен ұсынуға болады. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше қазақ каналды қолдауды ұмытпаңыздар. YouTube арнамызда дамытайық бірге. Чак-чак татар халқының керемет дәмді десерті. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Жұмыртқаларды сындырып, құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Шай қасықтың жартысы ас содасы, тұз саламыз. Жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Үстінен ұнды салып, енді қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз сәл тығыздау болып келеді, бірнеше мәрте қайтара елейміз. Пакетикке салып, 30 минутқа демалдыруға қоямыз. Енді қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Домалатып,
Сәл ұнымызды сеуіп, жаятын боламыз. 1-2 миллиметрдей болса жеткілікті қамырдың қалыңдығы. Қамырымыз жабысып қалмас үшін сәл ұнымызды сеуіп, өзімізге ыңғайлы қылып кесетін боламыз. Ұзынша ғып кесіп алып, бір-бірімен біріктіріп, видеода көрсетіп тұрғандай турап шығамыз. Сәл кішірек жұқалау қылсаңыз керемет болады. Өйткені майға салған кезде қамыры ұлғайып өседі. Жабысып қалмас үшін сәл ұнды сеуіп, осылай көріп тұрғаныңыздай жайып шығатын боламыз. Қазанға сұйық майды сәл көбіректеу құйып, қатты қыздыртайық. Содан кейін қамырымызды сәл орташа қылып салайық. Өйткені ұлғайып өседі. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Тез қызарады. Сәл сарғайса жеткілікті. Алып шығу қажет. Енді осылай барлығын қуырып шығамыз. Чак-чактарымыз жартылай дайын. Осындай үлкен көлемінде жасап алдық. Жақыннан көрсетейін қамыры қалай шығатынын. Грек жаңғағын ұсатып қосатын боламын. Сіздерде үзім, өрік, соларды ортасынан бөліп қосуға болады. Енді сиропты жасайық. Қантты қосып, 4-5 қасықтай балды қосамыз. Баяу отта қантты ерітеміз. Екі-үш минуттай қайнатып, осымен сиропымыз дайын болды. Грек жаңғағын қосып, үстінен сиропты құятын боламыз. Ыдысқа немесе осындай салафановый пакетикке салып, формасын келтіреміз. Осымен біздің чак-чагымыз дайын болды. Осылай дайындап алып, мұздатқышқа 1 айға сақтауға болады. Мұздатқыштан алып шығып, турап, дастарханыңызға ұсынсаңыз керемет десерттің бірі. Сәл қатырлы болғаннан кейін турап көрсетейін. Міне осындай өте әдемі десерт дайын болды. Дәмі зор болып келеді. Нағыз тәтті сүйір ханымдарға таптырмайтын десерт. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.
Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін орыс тағамдарының борщ сорпасын бірге жасайық. Мен өз сүйікті рецептімен бөлісетін боламын. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Тауықтың төс етін суға пісіріп, тез піседі 20-30 минуттың аралығында. Картопиямызды ұзынша ғып турап шығамыз. Сәбізді ең біріншіден домалақтап, содан кейін ұзынша ғып турап шығамыз. Биязымызды ұсақтап, төртпіштеп турап шығамыз. Видеода көрсетіп тұрғандай. Әр қыз келіншектің өз сүйікті рецепті бар. Мен өзімдікімен бөлісетін боламын. Содан кейін қызылшаны көбірек қылып салсаңыз өте тәтті болып шығады. Осылай домалақтап турап шығып, ұзынша ғып турап шығамыз соломинка ретінде. Осындай сорпа дәруменге бай, өзіме қатты ұнайды. Әр түрлі еттермен пісіріп көргем, осы тауықтың төс етімен ерекше болып шығады дәмі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез әрі оңай. Адам ағзасына өте пайдалы сорпаның бірі. 40 қабатты алдын ала ұзынша ғып турап дайындап қойғам. Енді 20 минут қайнап тұрған сорпаға етті алмай үстінен салып, 10-15 минутқа пісіретін боламыз. Жақсылап араластырып, қаппағын жауып қоямыз. Бияз бен сәбізді бірге қуыратын боламыз. Үстінен сұйық майды құюға ұмытпаңыз. Сәл қуырып, үстінен томатный пастаны салып, тағы 1-2 минут қуырамыз. Осымен дайын болды. Енді жарты кеседей күрішті алып, суға жақсылап бірнеше рет жуып шығамыз. Тауықтың төс етін сорпадан алып шығып, үстінен күрішті салып, жақсылап араластырып, 10 минуттай қайнатамыз. Содан кейін картопияны салатын боламыз. Қуырылған биязымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып, 10 минуттай қайнатамыз. Үстінен өз сүйікті специяларыңызды қоссаңыз болады. Тұз бұрышын қараңыз. Жақсылап араластырып, осымен дайын болды. Етімізді жақсылап турап, сорпамызға қосатын боламыз. Біздің асымыз дайын болды. Осындай өте дәмді дәруменге бай сорпаны сіз де жасап көріңіздер. Орыс халқының борщ деп аталатын сорпасы. Өзіме қатты ұнайды. Бұндай сорпаны қаймақпен, майонезбен қосып тұрып жегенге не жетсін. Өте дәмді. Үстінен өз сүйікті жасыл жуа, петрушка қосып жесеңіз, одан бетер дәмді болып шығады. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бұл каналдың дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Ал құрметті көрермендерім, мен керемет муравейниктің рецебін таптым. Классический бұрыннан келе жатқан рецепт. Бір жасағаннан шығады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма.
Жұмыртқаларды сындырып, үстінен қант салып, құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Шым-шым тұзды сеуіп, үстінен разрыхлительді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұндай муравейниктерді бала кезімізден сүйсініп жейтініміз сөзсіз. Өте керемет, бұрыннан келе жатқан тәттінің бірі. Тез әрі оңай жасалынады. Содан кейін сливочный масланы қосып, үстінен ұн қосып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз осындай болып шығады. Енді осыны пакетикке салып, 3 бөлікке бөлдім. Видеоға түсірілмей қалыпты. Енді осыны мұздатқышқа қатырып алғаннан кейін, осындай үлкен өткіштен өткізетін боламыз. Пергамент төселген листке. Менде 2 пергамент төселген лист шықты. 2-ге бөліп пісіріп алдым. Қызып тұрған пешке 180 градуста 10-15 минуттың аралығында. Әркімнің пеші әртүрлі, өз пешіңізге қарап қойыңыздар. Ал енді кремін жасайық. Вареная сгущенканы салайық. Содан кейін сары майды қосатын боламыз. Негізі сары май бөлме температурасында болғаны дұрыс. Менікі қатып тұрғаннан кейін оны ертіп алдым. Енді жақсылап тұрып миксерлеп, дайын болған қамырды қолымызбен сәл үгітіп аламыз. Енді екеуін қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осындай керемет десертті сізде жасап көріңіздер. Сіздерге қатты ұнайтынына сенемін. Әсіресе балапандарыңыз сүйсініп жейтіні сөзсіз. Қонақтарыңызға алып ұсынсаңыз болады. Сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Енді муравейникке форма келтірейік. Өзіңізде бар стақанмен. Мен балапанның бутылкасының қапағымен форма келтірдім. Сәл сулап жіберуге де болады, жабыспас үшін. Осымен біздің муравейниктеріміз дайын болды. Үстінен ертіп шоколад құюға да болады. Мак сепсеңіз болады. Қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз болады. Өте әдемі, әсерлі десерттің бірі. Сіздер де жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Сіздермен бірге болған Алия. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басыңыз. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Қазақ тіліндегі арнаны қолдауды ұмытпаңыз. YouTube арнамызда дамытайық бірге.
Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін мантыны бірге жасайық. Қамырын жасалу жолын көрсетейін. Өте оңай әрі тез жасалынады. Бұл қамыр қаттылау ғып елесеңіз керемет болып шығады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ұнға суды құйып, тұз қосып, бір жұмыртқа қосып, қамырды елейтін боламыз. Қамырымызды орташа тығыздықта елейміз. Салафановый пакетикке салып, арасында 1-2 мәрте қайтара елейміз. Енді салмасына кірісейік. Бізге фарш керек. Сосын 1-2 биязды өткіштен өткіздім. Картопияны төртпіштеп турап қостым. Татымына қарай қара бұрыш, тұз қосып, сұйық майды қосып, суды қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Сонда фаршымыз сочный болып шығады. Қамырымыз дайын болды. Жақсылап тұрып елеп алып, жаятын боламыз. Өте ерекше тәсілмен жаям. 2 қамырды бірдей. Көп уақытыңызды алмайды. Арасына ұнды сеуіп, жайып шығамыз. Қамырымыз дайын. Енді осылай оқтауымызға орап, пышағымызбен кесіп шығамыз. Қолымызбен өлшеп, бірдей ғып бөліп шығайық. Енді салмасын салып, жинастыратын боламыз. Мантыны жақсы көресіз бе, жиі жасайсыз ба? Соны комментария бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Манты жинастыру оңай. 4 жерінен біріктіріп, 2 жағынан қосып, дайын болды. Ыдысымызға сұйық майды жағып, мантыларымызды салып шығамыз. Қатты тығыздамаймыз. Мантымызды суға қоямыз. 45 минут піседі. Мантымыз дайын болды. Осылай ыдысымызға салып, аударамыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Мантымыз дайын болды. Үсті кеуіп қалмасы үшін қатты отқа қойып қайнатыңыздар. Мына осындай керемет қамыры шығады. Өте сочный, өте дәмді манты дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналда қолдайық бірге. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай ерекше йогуртовый пирогты бірге жасайтын боламыз. Өте оңай. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. 2 жұмыртқаны сындырып,
үстінен қантты салып миксерлейтін боламыз, әппақ көбік болғанша. Үстінен қаймақты салып, сұйық майды құйып, разрыхлительді салып, барлығын миксерлейтін боламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, бірнеше мәрте қосып шығамыз. Венчикпен немесе миксермен қалай сізге ыңғайлы болады, солай жасаңыздар. Формамызды сұйық маймен жағып, қамырымызды құятын боламыз. Біркелкі қылып тегістеп, осылай видеода көрсетіп тұрғандай кішкене шайқап жібересіздер. Сосын үстінен неше түрлі ягодный джем болса, соны құйып шығуға болады. Менде осындай варенье бар, сұйықтау. Қазір үстінен құйып шығамын. Өз фантазия идеяңызға қарап құюға болады. Форманың диаметрі 26 сантиметр. Пирогты сәл биіктеу қылғыңыз келсе, 20, 22, 24 диаметр алған жөн. Бұл пирог әрі оңай, әрі тез жасалынады. Дәмі зор болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Сосын бізге қою йогурт қажет болады. Жақсылап араластырып, үстінен салып шығамыз. Маған осындай пирогтар қатты ұнайды. Бәрін араластырып, үстінен құйып, духовкаға салып пісіре салатын. Тез әрі оңай, қол жетімді заттардан тұрады. Ал сіздер қандай пирогтарды жақсы көресіздер? Соны комментария бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Бірге оқитын боламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі, соған қарап қойыңыздар. Пирогты суытып, ыдысымызға қоятын боламыз. Мына осындай керемет, дәмі зор болып шығатын пирогымыз дайын болды. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Өте нәзік йогуртовый пирогымыз керемет болып шығады. Шаймен ішіп жегенге не жетсін. Ал сізге видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Дәстүрлі дастарханмен бірге дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіз. Сізге қатты ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ тіліндегі каналды қолдауларыңызды сұрайым. YouTube арнамызда дамытайық бірге. Ассалям алейкум. Бүгін осындай керемет сүзбелі ПП рецепті бірге жасайық. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып кетемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең біріншіден жұмыртқаларды сындырып, бәрін бір ыдысқа салып, содан кейін тұзымызды қосып, сүзбені қосып, венчикпен, шанышқымен езіп алуға болады. Мен осындай погружной блендермен езіп біркелкі масса жасайтын боламыз. Сүзбені жақсы көретін жандарға міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес беремін. Енді айранымызды қосып, жақсылап араластырып, табаны сливочный масланы жағып, ал енді осындай үлкен лавашты осылай гармошка ретінде жинастырамыз.
Дайын болған сұйық массаны лаваштың үстінен құйып, кішкене тегістеп қоямыз. Сіз қант, ванилин қоссаңыз да болады, жидектерді қосуға да болады, өте дәмді болып шығады. Өз талғамыңыз бойынша жасасаңыз болады. Осылай үстінен басып, лавашты ішіне қарай кіргізетін боламыз, тегістеп, сәл кішкене. Ал енді үстіне осылай сливочный масланы салып қоямыз. 180 градуста 40 минут пісіріп, содан кейін осылай үстін жауып, 30 минуттай тұрса, суып, керемет болып шығады. Бұл тағам гагаузское блюдо кыырма деп аталады. Сіз де міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Ерекше дәмі бар бұл тағамның сізге ұнайтынына сенімдімін. Өте жұмсақ, нәзік болып келетін тағамның бірі. Қараңыздар, пирогқа ұқсайды. Керемет слойка сияқты болып шығады. Бұл тағамды жесеңіз, салмақ қоспайсыз. Ал еңбегімді бағалап, лайк басып, комментария жазып, қолдап, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше сіздермен болған Алия. Қайырлы күн баршаңызға. Қош келдіңіз менің каналыма. Бүгін осындай мясо по-тайски бірге жасайық. Жасалуы ең оңай, өте дәмді тағам болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Бұл тағамға әртүрлі ет қосуға болады. Менде жылқының еті. Бұл тағамда ет жылдам пісуі керек. Жұқалап ұзынша қылып тураймыз. Табаға сұйық майды құйып, содан кейін етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Еттің өзінің суы шығып, жақсылап қуыратын боламыз, суы тартылғанша. Ал енді көкөністерді турап алайық. Биязымызды ірілеу қылып турап алайық. Биязымыздың арасын ашып аламыз. Жақсы қуырылатын болады. Қиярды ұзынша қылып турап аламыз. Болгар бұрышын ірілеу ғып турайық. Піскен кезде өзі тартылып, кішірейеді. Сарымсақты майдалап қылып турайық. Етті жақсылап қуырып алдық. Ал енді биязымызды қосып, тағы 1-20 минутқа қуырамыз. Бір кесе көлемінде суды құйдым. 20 минут өтті, етіміз кішкене пісіңкіреп. Ал енді болгар бұрышын, қиярды, сарымсақты қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, тұзды азырақ салған жөн. Соевый соус тұзды болып келеді. Дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, соевый соусты құйып, жақсылап араластырып, баяу отта 10 минут аралығында пісіріп аламыз. Етіміз дайын болды, енді күріштен гарнир жасайық. 1,5 кеседей күрішті алып, жақсылап 5-6 рет жуып, қуыратын боламыз. Сұйық майды 4 қасықтай қосып,
жақсылап араластырып, тұзды қосып, 1-2 минут арасында жақсылап қуырып, содан кейін қайнаған 2 кеседей ыстық суды құйып, 25 минут арасында баяу отта пісірген жөн. Күрішті кесеге салып, осылай әрлеп, тағамымыз дайын болды. Үстінен кунжутты септім. Өте керемет дәмі бар тағамды сіз де міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Еті жұмсақ, күріші шашыраңқы болып шығатын тағам ерекше дәмі бар. Жасалу жолы ең оңай тағамның бірі деп есептелінеді. Ал сізге видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Ассаляму алейкум. Қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай картопиямен пирожки бірге жасайық. Іші жұмсақ, дәмі деген керемет болып шығады. Ең оңай жасалу жолын көрсетейін. Ең біріншіден картопиямызды суға пісіріп, тұзын салуға ұмытпаңыз. Піскеннен кейін езіп аламыз. Сосын биязымызды турап, жақсылап қуыратын боламыз. Ал сізге қандай пирожки, қандай салмамен ұнайды? Комментарияға жазып кетсеңіз, бірге оқып тамашалаймыз. Табамызға биязды салып, үстінен май қосып, жақсылап қуырамыз. Ал енді қамырды елейтін боламыз. Ыстық су құйып, мен салқын сүтті қостым. Сонда жылы масса болады. Қант, қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Онды електен өткізіп, дайын болған қоспаны қосып, тұз, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, қамыр елейтін боламыз. Қамырды 1 сағатқа қоямыз. Онды сеуіп, қамырды қолмен жазатын боламыз. Ортасына салмамызды саламыз. Енді жақсылап 2 шетінен алып қыстырамыз. Үстінен кішкене басын қырап, астын үстіге аударып қоямыз. Орташа отта қызып тұрған майға салып қуырамыз. Пирожкидің 2 беті қызарғанша, осылай әп-әдемі қып-қызыл болып шығады. Ал пирожкиіміз дайын, өте әдемі, жұп-жұмсақ, дәмі деген енді керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар, сізге қатты ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Қош келдіңіз каналыма. Бүгін багеттен осындай чесночный бутерброд бірге жасайық. Французский багет үй жағдайында жасалатын видео менің каналымда бар. Көре аласыздар. Описание бөлімінде ссылканы қалдырып кетем. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Багетті ортасынан кесіп, сливочное масло бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Содан кейін ақ когімізді қосып,
кішкене тұз сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Өткіштен өткізілген сарымсақты қосамыз. Массамызды жақсылап араластырып, енді багетімізге жағып шығамыз. Ал сізге сарымсақ қосылған осындай начинкалар ұнай ма екен? Комментария бөлімінде жазып кетсеңіз болады. Негізі әртүрлі салмамен жасап көруге болады. Сарымсақ өте денсаулыққа пайдалы. Багет сарымсақпен дәмі керемет болып шығады. Пергамент төселген қағазға салып, қызып тұрған пешімізге 220 градуста 15 минут пісіреміз. Чесночный начинкасы бар багеттеріміз дайын болды. Дәмі деген зор болады. Турап көрсетейін. Қатырлақ, әрі өте дәмді болып келеді. Міндетті түрде сіз де жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Сізге видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Қайырлы күн баршаңызға, менің қымбатты оқырмандарым. Бүгін осындай тез әрі оңай жасалынатын пиццаның әлде тоқаштың бір түрін жасайық. Ең біріншіден жұмыртқаларды сындырып, құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазам. Қант, тұз жақсылап араластырып, содан кейін жылы сүтті қосып, жылы су, нан қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, онды електен өткізіп, бірнеше мәрте қосып шығамыз. Қамыр сізде кішкене сұйықтау болу қажет. Оны 30 минут әлде 1 сағатқа қойып қоюға болады. Салмасына мен піскен жұмыртқа шұжықты қостым. Салмасына сіз өзіңіздің жақсы көретін заттарды қоссаңыз болады. Менің балапандарым бияз жемегендіктен, мен жасыл жуаны салмадым. Ал сіз ақкөк, шұжықтың 2-3 түрін салсаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Болгар бұрышын қоссаңыз да болады. Бәрін қамырға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұндай тоқаш сияқылды, әлде пицца сияқылды, таңертең жесеңіз де, жолға алсаңыз да, прям керемет болады. Енді табамызға сұйық майды қосып, баяу отта қуыратын боламыз. Қамырды мен 3 бөлікке бөліп, лопаточканың көмегімен осылай жайып шықтым. Сіз сәл кішкене де жасауға болады. Үстінен қапақты жауып, 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Енді аударып, үстін қуырып аламыз. Бұндай пицца сияқты, әлде тоқаш сияқты өте тез жасалынады. Сіздің отбасыңыз үлкен болса, сізге тез әрі дәмді тағам жасау керек болса, осыны жасап көріңіз. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Ал қараңыздаршы, қандай әдемі көрінеді. Тәбетті ашатын. Сіз оны қаймақпен, әлде майонезбен қосып жесеңіз, өте дәмді болып шығады.
Сізге видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Қайырлы күн баршаңызға. Құрметті оқырмандарым, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай керемет балмұздақты бірге жасайық. Қымбат сливкиді керек етпейтін. Ал ең біріншіден каналыма тіркеліп қойыңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Бізге керек заттар: жұмыртқаның сарысын алып, ақуызын қатыртсаңыз болады. Келесі видеода мен сол ақуызын пайдаланып видео шығаратын болам. Қант қосып, ваниль қосып, жақсылап араластырып, енді сүт қосамыз. Жақсылап араластырып, бір қою массаны шығарып, баяу отқа қойып, оны жақсылап араластырып, кішкене қоюланса жеткілікті, оттан алып тастау керек. Сары майды қосып, менікінде кішкене сәл жұмыртқа бұралып қалды, бірақ ештеме етпейді. Осындай ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Арасында 2-3 мәрте шығарып, осылай араластырып қатыртамыз. Содан кейін балмұздағымыз дайын болды. Жаңғақ, әртүрлі шоколад, кәмпит қосып, жегенге өте керемет болып шығады. Сіз де жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Мұндай керемет балды балмұздақты сіз де жасаңыз. Ассалам алейкум, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін ақуызынан осындай керемет пирогты бірге жасаймыз. Алдыңғы видеода мен балмұздақ жасағам сары уызынан. Ақуызы қалып, оны қатыртып мұздатқышқа. Енді бүгін одан керемет пирог жасайтын боламыз. Ақуызды құйып, содан кейін ванилинді қосып, шым-шым тұзды қосып, миксермен жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін қантымызды салып, 2-3 мәрте оны бөліп қосып, осындай керемет әппақ бұлттай жасап, осындай құламайтындай ғып көпірткізіп, содан кейін разрыхлитель, крахмал қосып, бір қалыппен араластырып отырамыз. Сливочный маслоны ерітіп, бір қалыпты араластыратын боламыз. Онды електен өткізіп, бірнеше мәрте қосып, жай ғана қасықпен бір қалыпты араластырамыз. Формамызға сливочный маслоны жағып шығып, енді қамырды құяйық. Описание бөлімінде құрамына кіретін барлық заттарды жаздым. Ал сіз балмұздақтың видеосын көрмесеңіз, ссылкасын қалдырып кетем. Міндетті түрде қарап, жасап көріңіз. Сосын осындай бізде қоюлау кішкене қамыр шығып, қызып тұрған пешімізге 200-180 градусқа 30-35 минутқа қойып, бірінші 30 минутта пешті ашпаймыз. Содан кейін шанышқымен тексеріп аламыз піскенін. Осындай керемет пирогты сіз де жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Осындай керемет қамырдан капкейки жасауға болады. Арасына салмасын қосып, неше түрлі керемет пирог жасап, осылай жесеңіз де болады. Өте дәмді болып шығады. Ал сізге видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазір пирогты турап, ішін көрсетейін. Менің каналымда өте көп рецепттер бар. Міндетті түрде кіріп, қарап шығыңыздар. Осындай қараңызшы, қандай жұмсақ, бұлттай пирог сияқты. Дәмі деген енді керемет. Көбірек жасаңыз, бірден желініп кетеді.
каналымның дамуына үлес қосуыңызды сұраймын. Қазақ каналын бірге дамытайық.